Жолдасымызбен екіге айырылып, ақпан айында осы жылдың баламды алып Атырауға көшіп келген жағдайым бар. Не себепті көшіп келдік, не себепті екіге айырылдық, соның бәрі себебін сіздерге қазір айтып беремін. Сәлем Стамбулдан дейтін едім бұрында, қазір енді сәлем Қазақстаннан, Атыраудан. Бұрынғы көрермендерім көріп тұрғандай жаңа фон, жаңа локация. Қалайсыздар? Сіздерге көп рахмет, жазып жатсыздар ғой. Не деп, қалайсыз, амансыз ба деп. Бәрі шүкір жақсы. Бұл видеоның тақырыбындағыдай өте қорқынышты дүние емес. Бір жолдасыммен айырылып отырған жоқпын, ажырасып жатқан жоқпын. Бірақ өмірімізде болған бір өзгерістерге байланысты істеп көшіп келіп жатырмық Атырауға. Осы 4 айдың ішінде көптеген өзгерістер болды. Соңғы видеомды 2025-тің желтоқсанында жазыппын. Сөйтіп жұмыс қарап жатырмын деген сияқты, бірақ жұмыс маған емес, жолдасыма не істеп қалды да, табылып қалды да, сонымен ол кетті, шетелге мен емес деген сияқты. Негізінде айта кетейін, себеп менің жолдасым ақпанда болмаса мартта кететін болар деген сондай бір жаңалықтар болып жатты да біздің өмірімізде. Сосын мен Стамбулдан ағып баламен жатамын деген ой келді өзіме. Жолдасым Стамбулда туып өссе де, жақындарым бәрі Стамбулда болса да, мен өзім Стамбулда кейде жалғызсырайтын едім да. Ол все-таки өзім жағым емес, енді күйеуім жағы ғой. Енді күйеуім көшіп жатыр, күйеуім бірге көшкім келген жоқ. Мен күйеуімнің жұмысы бір атақты түрік несі бар, компаниясы, соның бұрын фабрикасы бұрын Стамбулда болған еді. Одан кейін енді Стамбулда білесіздер, қазір инфляция, әртүрлі бағаның өсуі деген сияқты қатты қымбатшылық болып жатқан соң, қазіргі турецкий мекемелер, үлкен корпорациялардың бәрі өздерінің фабрикаларын басқа арзан елге көшіріп жатыр. Соның біреуі сол менің жолдасымды шақырған компания. Египетте фабрика ашты. Стамбулдағы фабрикасын жауып. Сонда да бір фабрикасы қалған сияқты, бірнеше фабрикасы болды Атырауда деп, Стамбулда. Соны жауып, Египеттен бір фабрика ашып, сол жақтағы жергілікті халықты алды. Жергілікті халықтың жалақылары орташа алғанда $150-180 өте төмен, бірақ сол жақтағы Египетке сол ақша жетеді, мысалы жергілікті халықтарына. Сосын менеджер составтарын, бастықтарды, супервайзерларды деген сияқтардың бәрін Турциядан алдырып, түріктерді алдырып. Өйткені түріктер бесіктің ішіне кіреді ғой, білесіздер, текстиль жағынан. Менің жолдасым өмір бақи текстильдің айналасына жасаған. Соңғы 7 жыл өзінің текстиліне епісі болған соң, сондай бір ұсыныс түсті оған, жақсы позицияға кетті, жақсы жалақы ұсынды, жақсы пакет ұсынды. Пакет дегеніміз жағдайы да, жұмысшыға деген компанияның, мекеменің берген жағдайы бәрі жақсы болған соң жолдасым келісті. Бірақ ол жарек ақпанда кету керек болды ма, мартта наурызда кету керек болды ма белгісі болды. Осы мен жолдасым айттым, жоқ, мен Египетке бармаймын, өйткені Египет ондай Дубай емес та, мысалға дамып отырған ел емес, өте лас ел. Сосын мен айттым, балаға дамитын да жер болмадым, жер жоқ сияқты деп, дамытуға арналған жерлер жоқ сияқты дедім де, мен Қазақстанға кетем дедім. Жолдасымның жұмыс уақыты 5-6 күндік, жұма күні демалады Египетте, қалған күндері жұмыс. Таңертеңге 7:30-нан күндізгі 3:30-ға дейін жұмыс жасайды олар. Сосын келісе алады да өзі күндізге или кешке деп, кейде кешке де шығады 3:30-нан 1:30-ға дейін, кейде 7:30-нан 3:30-ға дейін. Өзінің астында, қасында шофері бар, жылына 4 рет тегін билет, баланың оқуы, британский школаға беруге болады. Британский школаның 50%-ын өздері төлейді компания. Мен страховкасы бар, компания квартираның тамақтың ақшасын береді. Сондай жағдай жасалған соң, неге кетпеске да, жалақысы да жақсы деген сияқты. Сөйтіп, мен айттым, мен кетем деп, февральда кетіп қалдым. Ақпан айында ол наурыздың басында кетті, жаққа көшіп кетті. Сөйтіп, мен о жаққа көшіп келіп, о жаққа орнағам деп ойлағам Қазақстанда. Оны мен де Египетке көшейін деп жатырмын. Мен ақпан айында келіп, осы 4 айдың ішінде, қазір мен маусым айында түсіріп жатырмын. 4 айдың ішінде көп өзгерістер болды, көп тәжірибе жинадым. Айтатын ақпараттық видеолар көп, түсіретін видеолар көп. Ол деген
шетелдік баласы бар ата-аналарға деген ақпаратым көп. Шетелдік балаңыз егер не болса, қасынан көшкенде қалай туу туралы куәлік алу керек, қалай ПМЖ алу керек, қалай виза алу керек, қалай балабақшаға жазу керек, қалай поликлиника, қалай вообще ЕГОВта сенің балаңды шығару керек, біз ЕГОВта көріну керек. Соның бәрі жөнінде ақпараттық видео түсіру керекпін. Соның бәрін жасағам. Қазір енді визаны жасап алғаннан соң сіздерге осындай немен новостьпен, жаңалықпен шығып жатырмын. Египет негізінде басында көшпеймін деп ойладым ғой Египетке. Сөйтіп мен ақпан тұрдым, наурыз тұрдым Қазақстанда, баламды балабақшаға да жазып үлгердім, развивашкаға да жазып үлгердім. Бірақ 2 айдың ішінде балам қайта-қайта папасын сұрады, папасы баласын сұрады, балам жылайтын болды. Сонымен жақсы, енді отбасы бірге бола қойсын, енді мен көрейін, ана жаққа барып бір жағынан жолдасымды 2 айдың ішінде көріп қалды да, 1 айдың ішінде көрді да, 1 ай жарым ішінде қандай екен. Лас ел деді, дамымаған ел деді, жолда қоқыста да аяқпен итеріп жүреміз деді. Бірақ адамдары жақсы деді. Сосын жаңағы компаниясы британская школаны покрывать етеміз дегесін 50% бір жағынан қызықтым. Британская школаны кез келген жерде оқыту қиын, не десеңіз оның жылдық ақшасы өте қатты қымбат. Соны осы шансты бір жағынан пайдаланып, бір жағынан басқа елде тұруды да бір тәжірибе болсын деген жағдай. Бірақ мен білмеймін, көп асыра айтпай ақ қояйын. ертең барғанда мүмкін ұнамай қалатын болар, мен қайтып келетін болар, мен оны білмеймін, асыра айтпай ақ қояйын. Бірақ өзімнің ойым ғой, енді жақсы тәжірибе болар еді, балама жақсы бір тәжірибе болатын еді, отбасы ретінде де жақсы тәжірибе деп ойлап тұрмын. Ол жаққа енді біз бір вечный кетіп жатқан жоқпыз ғой, 10 жылға 15 жылға. Жолдасымның контракты пока бессрочный. Енді ол біздер қай уақытқа дейін шыдай аламыз енді білмейміз. Ол елде тұратын, бірақ пока жағдайымыз жақсы болғанға шейін осы алла бұйыртса, енді бұйыртып тұрса, ешқандай бір нелер болып қалмаса жағдайлар, сол жақта тұру ойымызда бар, жұмыс жасап. Өйткені бәрі арзан, бәрі жақсы, компания бәрі жағдай жасап тұр, балаға да жағдай жасап тұр. Сол себепті осындай өзгерістер бар, бір жаман бір жаңалық емес, бір айырылып ажыраса тұрған жоқпыз. Просто сөйтіп күйеуім басқа жаққа, мен басқа жаққа кеткесін, 2 жаққа айырылып деп айтып тұрғаным ғой. Сол бізбен бірге болыңыздар. Алда әлде күшті влогтар болады, әлде күшті видеолар түсірем. Сол Египеттегі өмір сүру салтын түсірем, не туристический Египет деп айтқанда, және де қалай Египетке визаны қалай жасадым, соның бәрін түсіріп саламын. Пока маған визаны 90 күнге берді, маған въездной виза берді. Баламдікін по прилету жасаймын, өйткені ол түрік азаматы. Қазір дейтін Қазақстан азаматтарына заң өзгеріп кетті, бұрынғыдай емес. Бұрын Синай полуостровы шығармашылыққа баратын болсаңыз, әрине өзгеріс жоқ. Тек паспортыңызға печать басып береді. Ал мен Каир жаққа баратырмын, оны материк деп айтады, оған бөлек виза керек. Бұрында тоже по прилету жасайтын болған, қазір по прилету жасамайды. Астанадағы Египеттің посольствосы бар ғой, сол арқылы жасайсыздар бәрін. Оның бәрін сізге түсірем. Ол бірнеше этаптан тұрады, бірнеше қадамдан тұрады, документтер деген сияқты. Оның бәрін сіздерге түсіріп айтамын. Барған соң бұйырса ұнап жатса, арғата оны визаны продление жасаймыз, ұзартамыз. 1 жылға ұзартып қараймын баламыз екеумізге. Жолдасымдікі енді бөлек бір виза ғой, енді компаниясы дайындаған. Бірақ компаниясы көмектесуге дайын. Осы кетіп батырғанда визаны менің жолдасымның компаниясы письмо приглашение берді. Мысалы, кез келген компания оны бермейді, бірақ отбасы үшін берді. Және де соның бәрі көмек болды деп ойлаймын да. Және де айтпақшы, менің жолдасым келіп кетті. Негізінде бізде құрбан айтқа барамыз деп ойлағанбыз. Сәуір айында шештім да, мен көшейік деген ой келді, сондай. Сол кезде сол папасының қасына Египетке көшейік деген ой келді. Сол кезде біздер виза дайындап бастап кеттік. Сәуірдің аяғында мамырда құрбан айт болды. Соған үлгереміз деп ойладық. Онымен жаңағы заң өзгергеніне байланысты виза дайындау процесі вообще басқаша екен. Сонымен ұзақ күтіп қалды да, құрбан айтқа үлгере алмай қалдық. Сол кезде жолдасым өзім келем деп, сағындым сендерді деп компаниясына айтып, компаниясы тек қана Стамбулға дейін билет алып берді. Енді пропискасы қажет, соған дейін алып береді ғой. Енді компаниясы бірінші Атырауға дейін әкеп ала аламыз деп ойлап кішкене бастықтармен сөйлескен екен. Ол мен өздерінің процедураларына қарсы шыға алмай, тек Атырауға дейін
Каир не деп алды да, айтты жолдасымның компаниясы Каирға 1,5 сағат жердегі бір қалада компаниясы сөйде жасайды. Сол Каир арқылы ұшады. Жақын, в принципе, 1 сағат 15 минут сондай машинамен барған кезде. Сосын ол бізге нормально ондай уақыт, өйткені біздер Стамбулдың өзінде бір шеттен бір шетке жетуге біздер 2 сағат жүргіземіз ғой. Бір жақын орталық қарата мысалға 1,5 сағат барамыз деген сияқты, біздерге 1,5 сағат деген өте бір жақын жер сияқты да. Содан Каирдан Стамбулға дейін алып берді, туда обратносы, бірақ енді Стамбул, Атырауды өзіміз алдық. Сосын негізінде мен Құрбан айтты, мен бір айда тұрғанда негізінде менің ақшамды төлейін деп атты да, балам екеуміздің компания Атырау Стамбул нені Каирда. Мен үлгере алмай қалған соң не деп жолдасым алып берді. Сөйтіп ол 9 күн берді оларда Құрбан айтқа демалыс. 2 күн жолға кетті де, 7 күн, ровно 7 күні осы Атырауда болды. Атырауда күшті өткіздік. Баратын жерлердің бәріне бардық, жақындарымыздың үйіне бардық. Өзімізде күшті уақыт өткіздік, достарымызбен күшті уақыт өткіздік. Өте керемет болды. 7 күн дейтін прям жоспарланған болды ғой, бір бос уақыт жоқ болды арасында. Сөйтіп апасы кетті. Содан асықпай екінші этапқа дайындалдым, визаға, Египетке. Сөйтіп жақында визамды қолыма, паспортымды алдым. Оны бәрін бөлек айтамын да, қандай документтер керек. Сондай өзгерістер, сондай жаңалықтар өмірімде болып жатыр. Қазір басыма келгендерімді айттым да, енді басыма келмегендерімді келесі видеоларда айтарым. Рахмет сіздерге қарағандарыңызға, іздеп жатқандарыңызға. Қазір енді августте кетеміз бұйырса біздер, Алла қаласа. Август айында, қазір июнь айы. Сондай өзгерістер біздің өмірімізде болып жатырған. Сол үшін Айгерім апай жоқ болып кетті. Енді қош келдің деген сияқты бір комментариялар, или смайликтер, жүректер сондайлар тастап кетіңіз комментарияларға, бірге болыңыздар. Көп рахмет. Лайк басамыз, подписываться етеміз жаңадан келген болсаңыз. Бірге болыңыздар, алда бәрі қызық болады, бәрі күшті болады. Жауап берем соған. Пока-пока.